Все. Барлығына сәлем, сәлем, қайырлы кеш. Менің есімім Жалғасбай Назгүл. Бізде қазір қаңтар ұбт-да келіп жатқан слифтар бойынша нұсқа талдау өткелі тұр. Яғни, қаңтар ұбт-да келіп жатқан сұрақтарды біз алып, оған сәйкес келетін жауаптарды таңдау арқылы есімізге сақтап алатын боламыз біріншіден. Және де осы сұрақтар алда қайталанатын болса, қаңтар ұбт-да өзіңнің балыңа бал қосатын боласың. Ендеше бастаймыз. Сонымен бізде бірінші сұрақ ретті полимер дейді. Ретті полимерге не жатады? Ретті полимер бұл бізде 8-ші сыныптың молекулалық биология тарауында айтылған. Жалпы ол жерлерде біз полимерлерді екі түрге бөледі екенбіз. Ретті полимерлер, ретсіз полимерлер. Неге полимерлер олай бөлінеді? Полимер деген не нәрсе өзі? Полимер дегеніміз қайталанатын, өте көп тізбектерден құралатын құрылым. Полимерді мономерлер құрайды екен. Міне осы полимердің құрамына егер тек қана бір түрлі ғана мономер кіретін болса, ол бізде ретті полимер болады. Және бізде ретті полимерге крахмал жатады. Ал енді ретсіз полимерлерді айтатын болсақ, ретсізге нәруыз бен нуклеин қышқылдар жатады. Себебі нәруыз бен нуклеин қышқылдарының құрамына химиялық құрамы бойынша әртүрлі функционалдық топтар кіреді. Нуклеин қышқылдары. Жақсы, келесі үшінші оптикалық жүйе. Бұл енді көзге байланысты айтылған. Қазір мен саған жаттап алуға лайфхак айтатын боламын. Көзді алып қарайтын болсақ, ол бізде мындай дөңгелек пішінді құрылым. Осы көз 3 қабықтан құралады. Енді өзіңе жазып қой. 3 қабығы бар және көздің 3 оптикалық жүйесі бар. 3 оптикалық жүйеден тұрады екен. Хорошо? Міне көз 3 қабық, 3 оптикалық жүйеден тұрады. Енді 3 қабықты бірге еске түсіре өтсек, көздің ең бірінші сыртқы қабығы ақ қабық, ортаңғы қабығы тамырлы қабық, және үшінші ішкі қабығы ол торлы қабық деп аталады, жарай ма? Ал енді оптикалық жүйеге келетін болсақ, оны да жаттауға оңай бір әдіс бар. Ең бірінші көздің алдына қарайсың. Көздің алдында не бар? Көздің алдында алдыңғы камера болады. Алдыңғы камера. Ол көздің бірінші оптикалық жүйесі. Одан кейін алдыңғы камерадан соң көзбұршақ орналасады. Бұл екінші оптикалық жүйе. Көзбұршақ және көзбұршақтың артында үлкен кеңістік бар. Бұл кеңістік шыны тәрізді дене. Міне осы шыны тәрізді дене осы үшінші оптикалық жүйеге жатады. ұбт-да осы сұрақ келген, сол үшін мұқият түрде қарап отырамыз. Келесі үшінші сұраққа тоқталайық. Үшінші сұрақ. Қарыншалар мен олардан басталатын қан тамырларының қақпақшаларының пішіндері. Мен слифті көрген кезде бұл сұрақ жай ғана былай тұр. Жүрекшеде қақпақшалардың пішіні деп тұрды. Сосын мен оны 8-ші сыныптың кітабынан қарадым да былай құрастырдым. Қарынша мен, яғни қазір біз жүректің құрылысы туралы айтайық. Жүректі салудың ең оңай әдісін көрсетейін. Жүректі салғың келсе, осылай сопақша сыза сал, болды. Және мында біз сол жақ жүрекшені, сол жақ қарыншаны, оң жақ қарыншаны, оң жақ жүрекшені көреміз, осы жерде. Міне осы қарыншалардың енді қан тамырлармен байланысатын жерлері қайда болады? Міне бізге қан тамырларды кітапта берген, аорта мен өкпе артериясы деп тұр. Қара, бізде сол қарыншадан аорта шығады екен. Сол қарыншадан енді басқа түспен салып көрейін. Ал енді оң қарыншадан болса өкпе артериясы шығады. Міне мына жақтарда. Так, өкпе артериясы шығады. Хорошо? Сонымен мына жақта аорта шығады. Осы аортаның қарыншамен қосылған жерінде, значит, бізде жарты айға ұқсайтын қақпақша болады екен. Жарты ай сияқты қақпақша болады. Енді так, жарты айды белгілейміз. Енді бізде жауапты қарайтын болсақ, қос жармалы, үш жармалы деген сөздерді көреміз,
бұлар қайда орналасқан? Бізде нейтралды қақпақша деп осы қос жармалы қақпақшаны айтады. Ол негізінен қазір мына жақта сызатын болсам, ол бізде сол жүрекше мен сол қарыншаның аралығында орналасады мына жерде. Және үш жармалы деген бар, яғни ол осылай үш жарма сияқтанып келген бөліктен құралады. Ол бізде оң жүрекше мен оң қарыншаның арасында тұрады екен. Кеттік, енді келесі. Бұл жерде дұрыс жауап жарты тәрізді болады. Яғни мына жақтан шығатында да жарты тәрізді, ортаға баратын жаңағы сол қарыншадан шығып тұрғанда ол да жарты тәрізді болады. Енді ары қарай кеттік. Келесі сұрақтарға барамыз. Так, мынаны өшіріп алайық. Так, қазір мынаның бәрін қалай удалитсем болады? Былай. Очистить воссталание, все рисунки. Мой рисунки. Болды. Зумды бірінші рет үйреніп қызық болып жатырмын ғой. Жақсы, одан кейін енді ары қарай келесі нәрсеге тоқталатын болсақ, бізде не дейді? Так, бізде айтады. Бір қан айналым жүйесі бар ағза дейді. Жалпы қан айналым деген не ол? Қан айналым дегеніміз жүрек арқылы денеге қанды тасымалдайтын тамырлар екен, иә? Так, сонымен мынау бізде жүрек болатын болса, бұл жүректен сол жақ қарыншадан бізде тамыр шығады, ол денені айналады. Денені айналады да ол келіп, сосын оң жақ жүрекшеге құяды. Бұл бізде үлкен қан айналым шеңбері. Бір шеңберге ұқсап тұр, иә? Үлкен қан айналым шеңбері. Енді қара, қосымша айта кетейік. Үлкен қан айналым шеңберін қандай қан тамырлар құрап тұр? Бірінші аортаны қызыл түспен жазайын. Жаңағы біз айтқан аорта немесе қолқа тамыры құрайды. Және үлкен қан айналым шеңберінде аорта оттегін тасымалдайды. Бірақ бізде денеде көмірқышқыл газы қуысты веналар арқылы жүрекшеге келеді. Қуысты вена деп жазып қой. Яғни бізде үлкен қан айналым шеңбері екі тамырдан тұрады, аорта және қуысты вена. Жақсы, бұл үлкен қан айналым шеңбері болды. Енді ары қарай бізде кіші қан айналым шеңбері деген нәрсе бар. Ол бізде шығады екен оң жақ жүрекшеден, оң жақ қарыншадан, және келіп құяды екен ол сол жақ жүрекшеге. Және бұл қан айналым шеңбері өкпеге барады, немесе оны басқаша өкпелік шеңбер деп айтады. Бұны біз кіші қан айналым шеңбері деп айтамыз, себебі өкпе мен жүректің ғана ортасында тұр, иә? Кіші қан айналым шеңбері. Оны қандай тамырлар құрайды дейтін болсаң, ол бізде құралады екен өкпе веналарынан, жалпы саны 4 болады, және өкпе артериясынан құралып тұрады. Болды, осы ғана. Өкпе артериясы немесе өкпе сабауы деп айтады. Енді қарайық. Сүтқоректілерде жүрегі 4 қуысты, иә? Мына жақта көріп тұрсың. Жүрек 4 қуыстан тұр. 2 жүрекше бар, сол жүрекше, оң жүрекше, оң қарынша, сол қарынша тұр, иә? Яғни 4 қуыс тұр. Демек, сүтқоректілердің жүрегі 4 қуысты, оларда 2 қан айналым шеңбері бар, иә? 2 қан айналым шеңбері бар. Құстарда да жүрек 4 қуысты, оларда да 2 қан айналым шеңбері болады. Қосмекенділердің жүрегі 3 қуысты, бұларда өкпе пайда болған. Демек, қан айналым шеңберінің екеуі болуы осы қосмекенділерден басталады деген сөз. Бұларда да 2 қан айналым шеңбер болады демек. Демек, бізде бір ғана жауап қалады, ол балықтар. Неге балықтар дейтін болсақ, балықта өкпе жоқ. Өкпе болмағандықтан қан оның 2 ғана қуысты болады жүрегі. Жүрегі 2 қуысты, мына жаққа бүйтіп жақшаға жазып кетемін. Балықтың жүрегі 2 қуысты, өкпе жоқ деп жазып қоямын, иә? Жақсы, одан кейін келесі нәрсе ылғалдылыққа байланысты қозғалыстың түрі дейді. Енді осы сұрақта біз бірнеше жауаптарға тоқталып өтейік. Жалпы гигротрапезм деген нәрсе ол бізде толықтай айтылмаған кітапта, оны ашып айтпасақ та болады. Настя деп отырғанымыз бұл бір тітіркендіргіш әсер етеді, сол кезде өсімдіктің жапырағы болсын, сабағы болсын, бағытсыз түрде қозғалады. Осыны Настя деп айтамыз. Бұл болмайды. Таксист бұл ылғалдылыққа байланысты емес, ол көбінесе тірі ағзалардың бір жерден, мысалы А точка деп қояйын, осы бір жерден екінші бір жерге орын ауыстыруы. Міне бір жерден екінші жерге орын ауыстырады. Бірақ
Бұл жерде бізде таксис өсімдіктерде де болады, өсімдіктердің ішінде болатын жапырақтарындағы хлоропласттарында да болады. Және таксис тағы бізде болады екен жасушаларда адамда болатын. Мысалы, жыныс жасушалары ер адамдардың сперматозоиды, таксис міне сол мысал ретінде айтсақ болады. Яғни сперматозоид ер адамның жаңағы жыныс мүшесінен шыққаннан кейін мысалы не істейді, ол қынапқа, жатырға деген секілді бара алады, иә, жатыр түтігіне жете алады ол. Сонымен қатар тағы да айтсақ болады лейкоциттерді мысалы ретінде таксиске. Ал енді бізде ылғалдылыққа байланысты тропизм бұл қозғалыстың түрі болып келеді. Неге тропизм дейтін болсақ, себебі өсімдіктер топырақта өседі. Егер топырақта мысалы ылғал жоқ болса, немесе топырақта қай жерде ылғал бар, соған байланысты өсімдіктің тамыры ылғалға қарай барады. Яғни мына жақта бізде мысалы гүл тұрсын, иә, мынандай мысалға. Мына мысалы біздің гүліміз, немесе күннің жарығына байланысты да осы өсімдік өзінің өсу бағытын өзгертеді. Мысалы, мына жақтан күн түсті өсімдікке, сол кезде гүл өзінің жаңағы басын, гүлін толықтай күн түсіп тұрған жаққа бұрып алады, денесімен бұрылып алады. Бұл күнбағыс мысалға, иә, күнбағыс осылай істейді. Сосын күніміз біздің енді бір жерде тұра бермейді, ол төбеге келеді. Сол кезде күнбағыс өзінің күлтесін төбеге қаратып қояды. Одан кейін күн ақырындап батуға жақындап, батысқа қарай барғанда, күнбағыстың гүлінің күлтелері уже күнге қарай бұрылып тұрғанын байқаймыз. Сол сияқты міне ылғалға байланысты, яғни суға байланысты өсімдіктерде тропизм жүреді. Енді бізде ұбт-ның алғашқы күнінде келген сұрақ, қысқы күн өсімдігі. Сендер бұл сұрақты 7-ші сыныптың қозғалыс тарауынан табасыңдар, бірақ бұл Атамұра кітабында айтылмаған. Очкур деген 7-ші сыныптың кітабы бар. Сол кітапта суреттеріне дейін көрсетіп қойған. Қараңдар, біз өсімдіктердің жарық тікелей етуіне байланысты оларды қысқа күн, ұзақ күн өсімдіктері деп екіге бөлеміз. Қысқа және ұзақ күн өсімдіктері. Күн өсімдіктері және ұзақ күн өсімдіктері. Ұзаққа көбінесе бидай, арпа деген секілді астық тұқымдастар жатады. Астық деп жазып қояйын, иә. Ал енді қысқаға көп жағдайда гүл деп жатқызсақ болады. Мысалы, астра деген гүл және бақыт гүл жатса, осыған болады. Жарай ма? Міне екеуі астра мен бақыт гүлді жатқыза алады екенбіз. Келесі нәрсе, тырысқақ зақымдайды. Бұл енді қайдан алынған сұрақ? Бұл 8-ші сынып. Мұқият қарап отырыңдар. Қазір осы сабақтың соңында мен көбіне ұбт-да келіп жатқан тараулардың қай тараулар екенін айтып беретін боламын. Егер осы тарауды мықтылап меңгеретін болсаңдар, биологиядан міндетті түрде 30-дан 40-тан жоғары балл ала аласыңдар. Өйткені бізде ұбт-ның болып жатқанына 6 күн ғой. Мен қарап отырмын, кешеден бастап мен жаңағы сұрақтардан тапқан тараулар сол 6 күн бойына қайталанып келе жатыр. Сонымен бұл бізде 8-ші сыныптың заттар тасымалы тарауы, жұқпалы аурулар деген тақырыпта тұр. Және бізде бұл жерде тырысқақ деген, ол тырысқақ вибрионы, бактерия, тырысқақ вибрионы, яғни ол бактерия, және оның зақымдайтын жері ол асшек болады. Міне, асшек. А мында тоқшек деген жауап бар. Тоқшекті дизентерия амебасы зақымдайды. Так, асқазанға байланысты ешқандай зат жоқ, бірақ қосымша айта кетейік, бауырды зақымдайтын бір ауру бар. Ол вирустық ауру ВС гепатиттері, ВС гепатит вирустары деп жазып қояйын, вирустары. Жақсы, осы жерге дейін түсінікті болса, реакция басып кетеміз. Реакция басып жібереміз. Аха. Так. Мына бетті өшіріп тастайық. Очистить мой рисунки. Так. Мынаны бастым. Түсінікті болып жатыр, иә? Кеттік, ендеше ары қарай 8-ші сұраққа барамыз. Так. Қазір мынаны толықтай ашып алайын. Қазір 2 бет көрініп қалды, иә? Так. Одна сторона. Енді жақсы көрінді. Жақсы, енді ары қарай кеттік, осылай жалғастырамыз. Бізде енді ары қарай сүйек қаптың қызметі дейді. Осы сұрақ менің де оқушыларыма келген екен, бірақ олар
шатасқан, және мен көрген жауаптарда қате жауап берілген. Так, сүйектің сынған жерін қалпына келтіру деген жауапты белгілеп қойғандар да болған. Ол жауап болмайды. Жалпы бұл жерде бізде мына жақта екі жауап та дұрыс болып кетеді. Негізінен сүйекті қоректендіреді және оны өсіреді. Негізінен мен мына жауапты алғым келген, бірақ қоректендіруді де қосып қойған екен. Оның өзі жақсы болды. Сүйек қап дегеніміз, мысалы, мынау сүйек болады ғой. Мынау сүйек, иә. Сол сүйектің сыртын қаптап тұратын жұп-жұқа ұлпасы. Мынау сүйек болса, осы сүйектің сыртында дәнекер ұлпалар жиынтығы жаңағы сүйек қабымыз болады, иә. Мынаның сыртында мынандай сүйек қабы бар. Сүйек өзінен өзі жалтырап ашық орналаспайды, оның сыртында сүйек қап тұр. Сүйек қаптың көмегімен сүйек жуандап өседі. Және де бұл жерде нервтер бар, яғни жүйке ұштары бар. Бұл жерде қан тамыры көп. Негізінде осы адамда сүйекте қандай да бір сүйектің ішінде ауру болып жатса, біз білмейтін бір ауру дамып жатса, адам оны байқамайды. Сүйектің ішінде болып жатқан нәрсе мүлдем ауырсыну туғызбайды адамда. Себебі сүйектің ішінде нерв жоқ. Барлық нервтер осы сүйектің сыртындағы сүйек қапта болады. Келесі нәрсе, сүйек қап бұл қантамыр болғандықтан қоректендіреді және бөліп шығару өнімдерін шығарады. Жүйке ұштары бұл сезімталдықты қамтамасыз етеді және өсіреді сүйекті. Келесі нефронның капсуласын, яғни қабықшасын торлап жататын құрылым. Нефронның капсуласы ол бізде былай орналасады. Нефронның кеңейген бөлігі оның капсуласы деп аталады. Сосын осы капсуладан бізде шығады екен. Боумен капсуласы ғой бұл бізде. Кеңейген бөлігі деп айтамыз. Боуменов-Шумолянский капсуласы деп айтамыз, немесе Боумен капсуласы. Жалпы нейрон өзі екі бөліктен құралады, жіпшелерінен, ерекпелі өзекті, және де осы капсуладан құралады. Және де жинақтаушы түтікшесі бар. Түтік тәрізді құрылымдардан тұрады, бірақ осы кеңейген бөлігі боумен капсуласы болып келеді. Бірақ та басқа бөліктеріне қарап отыратын болсақ, осы нефрон негізінен капилляр шумақтарымен торланып қапталып жатады. Мынау боумен капсуласы. Осы капсуланың сыртында көп мөлшерде келетін, әкелетін, алып кететін қанды көптеген капиллярлар болады. Артерия, венаның капиллярлары болады. Яғни оларды біз артериола, венола деген сияқты айтамыз. Мынаның сыртын өте көп қаптап жатады. Ары қарай 10-шы сұрақ, бақпақтың тамырындағы полисахарид. Бұл сұрақ 10-шы сыныптың молекулалық биология тарауынан алынып тұр. 10-шы сыныптан осы молекулалық биологиядан өте көп сұрақ келіп жатыр. Бұрын бұл сынып көп келмеген еді. Бұл тарау көп келмеген еді. Бақпақтың тамырында нарғыз гүлде болатын, біз айтып өтетінбіз, ол инулин деп аталатын полисахарид. Келесі, осы молекулалық биологиядағы тағы да бір айтылып кететін нәрсе липидтер еді. Липидтерге де байланысты сұрақ келген екен. Мен суреттерімді өшірейін. Және мына жаққа жылжытып алайық. Қанықпаған май қышқылы дейді. Қанықпаған май қышқылы. Жалпы біз май қышқыл деп ғой, майлар. Қанықпаған май қышқыл деген болу керек мына жерде. Май қышқылы қосып кетеміз. Мен көрген слифта ол жерде май деп тұр, сонымен қойып қойғам ғой. Сонымен бізде май қышқылдары, олар майдың құрамына кіретін негізгі заттар. Жалпы бізде майды құрауға керек нәрселер май қышқылы және спирт керек, 3 атомды глицерин деген сияқты. Сонымен бізде май қышқылдарының өзінің түрлері бар. Қаныққан, қанықпаған деген сияқты. Қаныққан, қанықпаған. Бұл май қышқылдарының ішіндегі неге байланысты? Көміртекке байланысты. Мен үнемі айтам, көміртектің валенттілігі 4, яғни көміртектің 4 қолы бар деп айтам. Сол 4 қолмен ол үнемі 4 сутекті ұстап алу керек. Егер 4 қолының біреуінде сутек болмайтын болса, ол не істейді? Қанықпай қалады. Демек, қанықпаған дегеніміз осылай. Яғни, қанықпағанда бізде сутектің саны толық емес.
Бұл жерде қаныққанды бөліп ажыратып жаттап алу керек. Мына меристин қаныққанға жатады, пальмитин қаныққан деп жазып қояйын, иә. Қаныққан, мынау да қаныққан болады, стерин де қаныққан болып келеді. Ішінде мына жерде олейн, ол бізде қанықпаған екен. Келесі енді рефлекс туралы сұрақ келген. Бұл әрине 7-ші сынып. Жалпы байқап тұрсақ, 7-ші сынып, 8-ші, 9-ші сыныптардан сұрақтар өте көп келіп жатыр. Ал 11-ші сынып бойынша мен ондай көп сұрақты байқаған жоқпын. Тек қана 11-ші сыныптан көрдім. Қоректену тарауы, яғни фотосинтез бойынша сұрақтарды. Жақсы. Ары қарай бізде шартсыз рефлекстер. Шартсыз жалпы рефлекс деген нәрсе не ол? Рефлекс деген нәрсе ол бірдеңеге жауап беру, иә? Рефлекс. Кері байланыс беру, жауап беру. Яғни біздің жүйке жүйеміз дене мүшелерімізді қолданып сыртқы әсерлерге жауап береді. Рефлекстер олар пайда болуына байланысты шартсыз болып бөлінеді. Шартсыз деп тұрғанымыз бұлар туғаннан бастап бар, ол жойылмайды, және бұлар тұрақты, барлық адамның бәрінде бар, және өмір сүруімізге, бейімделуімізге көмектеседі, көбеюімізге көмектеседі. Ал енді шартты, бұған біз қарапайым мысал ретінде тіл үйренуді айтсақ болады. Яғни сен тіл үйрендің, сол тіл үйренген кезде ғана сенің нейрондарыңның арасында жаңадан бір байланыс пайда болады, иә. Бірақ та егер сен ұзақ уақыт бойы оқымай жүретін болсаң, ол кезде ол байланыс ажырап кетеді. Сонымен шартты рефлекс не істейді? Шартты рефлекс жойылып кетуі мүмкін. Сонымен жауап бізде тұрақты және туа біткен болады. Келесі грамон бактерияға тән қасиет немесе оның құрылысы бойынша сұрақ келген. Бұл бізде 11-ші сынып биотехнология тарауы. Және бұл жерде біз жауап ретінде дұрыс жауап деп белгілейміз нені? Так, эндотоксиндер, ол бізде грамм терістерде болады негізінен. Липополисахарид дейтін қабат грамм терістерде болады. Жалпы грамм терістер олар бізде 3 қабаттан тұрады. Олардың жалпы мембранасы ең ішкі жағында, мысалы, олардың мембрана болатын болса, ортаңғы бөлікте пептидогликан қабаты болады. Пептидогликан қабаты. Және сыртқы жағында осы липополисахаридтері болады. Липополисахаридтері. Оларда грамм терістерде, бұндай бактерияларда ерекшелігі пептидогликан жұқа болады. Ал енді грамм оңдарда осы пептидогликанның жуан қабаты болады. Бұл грамм оңдарда мембранасы екі ғана, жасушасы, яғни қабырғасы екі ғана бөліктен тұрады. Осы пептидогликаннан тұрады, және де мембранадан тұрады жай ғана. Жақсы, енді ары қарай бұлшықетті сыртынан не қаптап тұрады? Осы сұрақ бізде 8-ші сыныптан алынған сұрақ. Былай қарап тұрсақ өте оңай сұрақ, бірақ кітаптың ішін мән бермей оқып кеткен оқушыға бұл өте қиын болады. Байқамай ол барып басқа нәрсені белгілеп қоюы мүмкін. Так. Бұл сұрақтың жауабын қазір айтамыз. Жарайды, былай қоя тұрайын. Жарты бөлігі тесттің келесі бетте екен. Так, бұл жерде бізде бұлшықетті сыртынан қаптап тұратын нәрсе. Бұны сен 8-ші сынып қозғалыс тарауынан оқи аласың. Қозғалыс тарауы жалпы сұрақ ретінде өте көп келіп жатыр. Сол үшін қайталауға кеңес беремін осы тарауды. Ол әрине шандыр екен. Келесі, глюкоза жетіспеушілігінен туындайтын аурулар. Бұл ауру деп те айтсақ болады. Глюкоза жетіспеген кезде адамда гипогликемия болмайды. Яғни гипогликемия бұл қанда глюкозаның азаюы, қант диабеті ол қант глюкозаның көбейіп кетуінен туындайды. Және бізде жауабы келесі бетте болуы мүмкін, бірге көрейік. Оның жауабы әрине ацидоз болады. Неге ацидоз? Себебі бізде медицинаға байланысты бұл уже термин болып кетеді. Ацидоз деген нәрсе бар, яғни адамда глюкоза жетіспейді. Сосын қанның құрамында адамда ол кезде басқа да андай май қышқылдары, нәруыздар, майлар ыдырап, қанның құрамында неше түрлі өнімдер пайда болады. Адамның қанның құрамында денесінде қышқылдар көбейіп кетеді. Және ацидоз деп тұрғанымыз адамда осы кезде pH-ы қышқылдыққа қарай өзгеріп, қышқылдардың көбейіп кетуі. pH 7-ден түсіп қалады. Адамның негізі ортасы ол бейтарап болу керек еді. Бірақ ацидоз кезінде қышқылдар көбейіп кетеді. Мысалы, қандай қышқылдар болуы мүмкін?
ПО4, H3PO4 деген сияқты ең көп кездесетінін айтсақ болады. СО2-ге байланысты, например, H2CO3 деген секілді, яғни осы сияқты мысалы ең маңызды адамға әсер ететін осындай қышқылдардың түрлері бар. Келесі енді тағы да 10-шы сыныптағы координация тарауынан алынған сұрақ. 16-шы сұрақ бұл 250 Гц жиіліктегі тітіркендіргіштерге жауап беретін рецептор. Так, бізде 10 минуттан кейін бітеді екен конференция, оған дейін соңына дейін талдап тастаймыз, иә. Так, сонымен бұл бізде Пачини денешігі. Келесі 17-ші сұрақ, сперматогенездің жетілу кезеңінің ерекшелігі қандай? Жалпы сперматогенез ол бізде 4 кезеңнен тұрады. Бірінші онда әрине болады көбею, өсу, сосын жетілуді басқаша пісіп жетілу деп жазса болады. Жетілу деген басқаша ол бізде соңғы кезеңде де кездеседі. Так, сонымен қатар так. Пісіп жетілу болды, и бізде соңғы қалыптасу болады. Қалыптасу. Так, сонымен бізде пісіп жетілу кезеңінде жетілмеген сперматиттеріміз жетілген. Так, мынаны өшірейін. Бұлай келмейді. Бізде әр кітапта осы көбею тарауында әртүрлі қылып береді. Осы ақпаратты қалыптасуды бір жерде жетілу деп те айтады. Спермиогенез немесе бұның басқаша аты. Спермиогенез. Яғни бұл кезеңде құйрығы бар, басы қалыптасқан, толық сперматозоидтардың дамуы. Және бұл жерде жауап жетілмеген сперматиттерден екінші реттік солардан сперматозоидтардың пайда болуы. Әрі қарай лактозаның құрамына кіретін моносахарид. Бұл жерде бізде енді 10-шы сыныптан алынған сұрақ екені көрініп тұр. Лактоза ол дисахаридке жатады. Дисахаридтер олар бізде құрамы 2 моносахаридтен құралады. 2 моносахарид бірге қосылған кезде олардан дисахарид пайда болады. Мысалы, лактозаны айтатын болсам, лактоза ол глюкозадан құралады екен, және ол галактозадан құралады. Галактозадан. Міне, бұл жерде жауабы галактоза. Жақсы, бұл бетті өшіремін, және ары қарай сұрақтарға кеттік. 19-шы сұрақ. Қосарлы тыныс алатын жануар. Қосарлы тыныс алу деген не? Тыныс алудың жалпы 4 түрі бар. Соның ішінде қосарлы түрде қайсы тыныс алады? Әрине қосарлы құстарға тән. Бұл сұрақ уже бізде күн сайын келіп жүрген сұрақ. Адам мен құстардағы тыныс алудың айырмашылығы деп те келіп жатыр. Құстарға тән тыныс алудың түрі деп те сұрады. Құстардың тыныс алу мүшелері деп те сұрады осы сұрақты көп жауаптық етіп. Енді қосарлы тыныс алатын жануар деп беріпті. Негізінде жауабы құстар болады, бірақ мен оны сәл өзгертіп түрлендіріп алдым. Құстардың түрлерін егер келсе танымай қалмауымыз керек. Құстарда сонымен бізде тыныс алу мүшелері өкпе ғой. Өкпеден басқа бұларда өкпе қапшықтары немесе ауа қапшықтары болады. Өкпе қапшығы немесе бұларда ауа қапшығы бар. Оның даже суретін беріп қойған. Суретте көрсетілген, мысалы, былайынан сурет берген, ол сендерде кітапта тұр. Былайынан өкпені береді, екі өкпесін. Сосын өкпені онша әдемі салып жатырмын, айбеттіңдер. Өкпені беріп қояды, сонымен қатар оның мынандай шығып тұрған шет-шеттеріндегі ауа қапшықтарын көрсетіп қояды, былайынан қапшықтарды ұзын-ұзын қылып міне. Так, енді ауа қапшығы туралы мен тағы қосымша 1-2 зат қоса кетейін. Ауа қапшық құсқа не үшін керек? Біріншіден, денесін қызып кетуден сақтайды. Қызып кетпеу үшін деп жазып қояйын. Сосын тағы да керек екен, салмағын жеңілдетуге керек болады, қызып кетпеу үшін керек болады. В основном осы ең басты қызметі қызып кетпеуі үшін керек екен. Салмағын жеңілдету деп жазып қояйын. Жеңіл салмақ. Оңай ұшуына көмектеседі. Бұл жерде құс бізде қаршыға, жауабын қаршыға деп белгілейміз. Әрі қарай енді түзуші ұлпа деген не дейді? Түзуші ұлпа әрине мына жерде сразу тауып аласың, потому что мына жауаптарды мен жай жауап ретінде алдым. Бұл меристема түзуші ұлпаның екінші аты. Түзуші ұлпа ол енді 8-ші сыныпта кездеседі. 8-ші сыныптың жасушалық биология тарауында болады. И түзуші ұлпа туралы ол жерде тағы не айтқан?
Түзуші ұлпа ол өсімдіктің барлық бөлігінде кездеседі деп айтады. Және барлық ұлпаны түзеді деп келеді. Жарай ма? Жақсы. Енді келесі нәрсе, тұқым қуалаушылық тарауы осы жолы тестте есеп ретінде өте көп келіп жатыр. Әсіресе бізде бір гүл келген, иісі жағымсыз иісті деген секілді гүлді беріп қойған. Бірақ оны көрсеңдер оңай табасыңдар жауабын. Толық емес доминанттылық берілген, кажется, оқушылардың айтуы бойынша. Так, ары қарай енді бізде дигетерозиготалы генотипті тап деп тұр, иә. Қараңдар, бұны табу өте оңай. Сендер егер ди деген тұрса, значит, оның ішінде екі әріп бар екенін білулерің керек. А да бар, В да бар деген сөз. Екі әріп бар. Немесе бір А болуы мүмкін, С болуы мүмкін, В, Д деген сияқты кез келген, бірақ екі әріп. Сосын гетеро деген сөз тұр. Гетеро деген сөз тұрса, онда осы екі әріптің үлкен әрпі де бар ол жерде, және кішкентай әрпі бар деген сөз. Міне. Болды, жазып қойдық. Осы бізде дигетерозигота. Өте оңай, иә, шатасып кетпеңдер. Дигомозигота болса, дигомозигота, оны қалай білеміз? Ди деп тұр, значит, ол жерде де бізде А да бар, және В да бар. Және ол жерде бізде гомо, яғни ол жерде бізде гомо дегеніміз не? Үлкен аларда, В-ларда, яғни олар біркелкі деген сөз, иә. Дигомозигота ол бізде үлкен әріптер түрінде де болуы мүмкін. Мыналар мысалы доминантты деп айтамыз, басым яғни. Немесе дигомозигота кішкентай әріп түрінде де болуы мүмкін, иә. Кішкентай А және кішкентай 2В. Міне. Қазір бізде 3 минуттан кейін зум аяқталады. Бірақ зум аяқталса да, егер сендер қаласыңдар, біз ары қарай жалғастырып осы тестті толығымен аяқтайық, немесе ертеңге қалдыра аламыз. Сонымен келесі нәрсе, антиденелерді қандай жасушалар бөледі дейді. Бұл бізде 11-ші сыныптың молекулалық биологиясынан алынған. Бұл жерде бізде антиденені бөледі. Негізінен антидене былай қалайтын болсақ, мен әдейі екі жауап тапып келдім. Лимфоциттер бізде неде айтады? 8-ші сыныптың кітабында айтады. Антиденелерді лейкоциттердің ерекше топтары жасайды деп береді. Так, ал бізде 11-ші сыныпта плазматикалық жасуша антидене түзеді деп келеді. Басқаша плазмоциттер деп айтамыз. Плазмоциттер, хорошо? Плазмоцит, плазмоцит немесе плазматикалық жасушалар деп тұрады. Жақсы, енді мен мына экранды өшірейін. Келесі бетке өтейік. Так, контекстке дейінгі сұрақтардың барлығын талдап тастайық. Так, сонымен бізде келесі ырғақ жүргізуші жасушалар, пейсмейкер жасушалары қайда орналасқан дейтін сұрақ болды. Жалпы қараңдар, бұл бізде пейсмейкер жасушалары, олар ырғақ жүргізетін жасушалар. Жалпы ол жерде пейсмейкерден бөлек П жасушалар немесе Пуркине жасушалар болады. П жасуша, бұл Пуркине жасушасы. Пуркине. Және осы Пуркиненің кездесетін жері тек қана синатриалды түйінде ғана. Са түйін деп айтамын. Жарай ма? Сосын бізде өтпелі кардиомиоциттер дейтін бар. Өтпелі кардиомиоциттер. Бұлар бізде кез келген жүректің бөлігінде болады. Кез келген жерде болады. Негізінен мына пейсмейкер жасушалар туралы толықтай ақпарат айтпаған. Бізде егер де сендерде ОТ-ға кіретін болсаңдар, жауап былай берілуі мүмкін. Мысалы, мына жақта менде жауаптар тек қана жүректің бөлімдерін қамтып тұр, иә. Ал сендерде бұл жерде мысалы мына жақта былай беріп қою мүмкін. Нефрон қабырғасын, нефронда мысалы, сосын бауырда, немесе қантамыр қабырғасында деген сияқты жауаптар болуы мүмкін. Жалпы бұл пейсмейкер жасуша, П жасуша, бұның барлығын қайталайсыңдар. Бұл биомедицина тарауында айтылған. Егер осы сұрақтар келіп тұрса, сендерге биомедицина бойынша, ЭКГ бойынша, жүрек бойынша сұрақтар келеді деген сөз. Біз бұл жерде белгілейміз С жауабын, яғни оң жүрекше дейтін жауапты белгілейміз. Так, бізде осымен аяқталды. Бір минуттан аз уақыт қалған екен. Және мен зумды өшіремін. Так.